Интернет технологиялар раважланып бара турган bir дәврдә информация мәдәнияты дөнья җирләрендә үз алдына пән, үз алдына машкала һәм үз алдына педагогика дәрәҗәсенә җитте. Себебі компьютер, мобиль телефон һәм басқа да коммуникация кораллары адамзат тормышының ажыралмас bir бөлегенә айланып калды. Бірақ дегенменен, осы байланыс коралларынан пайдаланганда информация мәдәниятына, соның ішінде информация қауіпсіздігіне этибар қаратпасақ, бір қатар машқаларға ұшырауымыз мүмкін. Қалай дейсіз бе? Бұл хақында рубрикамыз арқылы Оразбаев Мираспенен осы бағдарда сөйлесеміз. Мирас, қазіргі уақытта информация қауіпсіздігі һәм информация қауіпсіздігінің алдын алу бойынша қандай іс-шаралар әмелге асырылмақта? Қазіргі уақытта интернет технологиясы раважланған заманымызда ең көп информация қауіпсіздігі тарауына көплеп этибар берілмекте. Hamde бұл тарауға, яғни информация қауіпсіздігі тарауына зиян келтіруші шақсар хақында айтып өтсем. Бұлар интернет тармағында хакерлер деп аталынады. Хакер дегеніміз, бұл хакер компьютер архитектурасын, компьютер тармақларын, hamde программаластыру тілдерін жақсы білуші шақсқа айтылады. Ал интернет тармағында хакерлер үш түрге бөлінеді. Яғни А хакер, қара хакер, һәм күлрең хакер. А хакерлер бұл интернет тармағын жақсы білуші һәм интернет тармағын бұзып кірмейтұғын инсанларға айтылады. Ал қара хакерлер болса, өз жеке мәпі жолында интернет тармақларын бұзып кіруші һәм сайтларға hüjum қылушы шақсылар көз алдымызға келеді. Ал күлрең хакер деген бұл жоғарыда айтып өткен екі қасиеттен өзінде сәулелендірген инсан, яғни жақсы, бір жағынан жақсы һәм арасында өзінің зиянлы hüjumлерін әмелге асырып тұрушы шақсқа айтылады. Демек, пайдаланушылар тарапынан хакерлер компьютерлер тармақларын бұзып кіруші сайтларға hüjum етуші шақс болып сәулеленеді. Мен жоғарыда осы хакерлер бойынша өз түсініктерімді пайдаланушыларға жеткеріп бердім. Қазіргі уақытта интернет тармағында хакерлер мына көріністегі нықапларды таққан халда суретлері, яғни видеолары бар. Бұл нықапқа мысал келтірсем, қазір мен бұл нықапты тақсам, сырттан келген адам менің іс-әрекетімді білуі мүмкін, бірақ менің кім екенін біле алмайды. Хакерлер осы нықап артында өз жауыз ниетлерін іслейді. Яғни осы нықапты өзіне қандайда бір белгі қылып алады. Соның үшін қазіргі интернет тармағында көплеп hüjumлер қылынбақта, яғни интернет сайтларына, API пайдаланушыларға мен бұндай hüjumлерден қорғану үшін маслихат беріп өтсем, мысалы социальный сайтларды ашу үшін API пайдаланушы почта керек болады, электрон почта. Бұндай электрон поштаны біздер тек бір мәрте ашуымыз керек, яғни қандайда бір сайт үшін бір мәрте. Ал біздер осы қандайда бір электрон почта ашсақ, һәм сол сайттан сол электрон поштамызбен кірсек, һәм ол поштадан біздер басқа сайтлардан регистрация өткенде пайдалансақ, сол сайттың иесі, яғни біздердің электрон поштамыздың паролін біліп алады. Һәмде бұны тексеріп көріп, біздердің қандай социальный сетлерде бар екенімізді, һәмде сайтларда бар екенімізді біліп, өзіміздің шақси аккаунтларымызды бұзып кіру мүмкін. Бұның ақыбеті жүдә жаман. Яғни информация қауіпсіздігі тарауында бұндай қорғалу жоллары бойынша анық көрсетпелер беріп өтілген. Яғни бұл бойынша ешқандай қорғаушы программа жоқ. Ол жеке бір пайдаланушының өзінің шақси қорғану ұсылы болып табылады. Қазіргі уақытта интернет тармағы пайдаланушыларының көпшілігі Wi-Fi тармағынан да кіреді. Осы Wi-Fi тармағынан кіргендегі қауіпсіздік іләждары хақында айтып берсеңіз. Wi-Fi тармағы қазір жәмиетлік орынларда Wi-Fi рутерлары көп ұшырайды. Қазір Wi-Fi тармағы жүдә раважланбақта. Түсінік беріп өтсем, Wi-Fi тармағы екі протокол тикарында істейді, яғни VPS, ал екінші VPA2. Қазіргі уақытта API жәмиетлік орынларда Wi-Fi рутерлары осы VPS протоколда істейді. Ал біздердің қолымыздағы телефонларымыз болса VPA2 протоколында істейді. Қазір VPS протоколын бұзушы интернет тармағында көплеп программалар бар. Осы программалардан Wi-Fi тармағындағы парольдер бұзып кіріліп, Wi-Fi тармағынан пайдалану мүмкін. Бұның алдын алу үшін біздер Wi-Fi-ның настройкасынан MAC filter деген функциясы бар. Осы MAC filterдан шақси өзіміз пайдалану керек болған техник телефон яки компьютерлардың MAC адресін кіртеміз. Hamde бұл Wi-Fi тармағынан
тек өзімізге рұқсат етілетін сазламаларға сазлаймыз. Информация қауіпсіздігі тарауында қандай бағдарлама іске жатырсыз? Қазіргі уақытта информация қауіпсіздігі тарауында мен API пайдаланушылар үшін Android қолданба жараттым. Бұны көрсетіп өтсем, мұнда Android қолданбам. Бұл тикарға 3 басқыштан тұрады. Бірінші басқышта қауіпсіздік бойынша маслихатлар, екіншісі хакерлер бойынша, үшіншісі осы тазадан информация қауіпсіздігіне келіп атқан жаңалықтар бойынша. Енді қауіпсіздік бойынша жаңа жоғарыда айтып өткен сайтларды қорғау жолдары, сайтлардың hüjümleri, DDoS hüjümü, SQL инъекция, hamde phishing деген hüjüm түрлері hakkında, ham одан қорғалу жолдары hakkında көрсетіп өткенмін. Ал екіншісі болса хакерлер. Бұнда хакерлер бойынша тикарға түсініктер, hamde со тарихта белгілі болған ең күшлі хакерлер, ham олардың hüjümleri, солар бойынша кіртіліп өткенмін. Hamde осы хакерлік бойынша ең соңғы программалар, hamde сол бойынша қорғану бойынша программаларды ішінде кіртіп қойыппын. Ал үшіншісі хабарларға келсек, ең соңғы хакерлік hüjümleri, ham ұсыған құсаған информация қауіпсіздігіне текарланған хабарларды кіртіп қойыппын. Бұл программам har hafta жаңаланып тұрады. Hamde таза хабарлар қосылып тұрады. Hamde таза программалар кіртіледі. Сіз істеп шыққан бағдарламаның мақсаты һәм вазипалар hakkında айтып берсеңіз. Осы программам істеуімнен мақсат API пайдаланушыларға бұл затлар түсініксіз болуы мүмкін, жоғарыда айтып өткен сөздерім. Соларды мен өзім API халық тілінде жеткізіп беруге әрекет еттім. Яғни бұл API пайдаланушы бұл Android қолданбамды оқып көріп, өзінде осы жоғарыда айтып өткен сөздерімде өзінде түсінік пайда болады, һәм келешекте өзіне бұл пайда келтіруі мүмкін. Сіз істеп шыққан осы программадан көпшілік пайдаланушылар пайдалану үшін сіз істеп шыққан бағдарламаны қай жерден алуы мүмкін? Қазір мен бұл істеп шыққан Android қолданбамды көплеп қолданылып жатырған интернет магазиндері hamde шақси сайтларынан алуы мүмкін. Жетістіктеріңіз hakkında айтып берсеңіз. Өзімнің жетістіктерім hakkında айтып берсем, осы жылы 31 октябрь күнінде Хорезм уәлаятында Мұхаммед Ал-Харазми атындағы халықаралық олимпиада қатынасушысы болдым. Осы олимпиадада қатынасып, мен өзімде сондай көнікпелерді пайда еттім, һәм өзімнің тәжірибем асты. Яғни сырт елде достар аттырдым, һәм олармен білім алмастым. Енді мен осы алдыма қойған мақсатым осы информация қауіпсіздігі тарауы бойынша көплеп программалар жаратып, һәм оны рауажландырып, API пайдаланушылар үшін көбірек Android қолданбалар жаратпақшымын. Hamde осы тарау бойынша көплеп программалар жаратпақшымын. Рахмет Мирас, ниетіңіз жолдасыңыз болсын. 21 асыр информация асыры, яғни бұл асырде информациялар толқыны бізге қарай ұмтыла береді. Сондықтан информациядан пайдаланғанда информация мәдениетін өзімізде қалыптастыруымыз зарур. Дүниежүзілік ғалымдардың пікіріне қарағанда 22 асыр информация мәдениеті асыры болуы болжанбақта. Демек солай екен, информация мәдениетін тап бүгіннен қалыптастыру заман талабына айланып бармақта.